Иран мен Израиль арасында қақтығыс басталғалы бері әлеуметтік желілерде көптеген ақпарат тарап үлгерді. Соның бірі Иран Израиль тыңшысын ұстап, ракетаға отырғызып еліне қайтарыпты дейді. Мына суретті анықтап қарасаңыздар, ұсталған тыңшының ракетаға отырған бейнесін көресіздер. Ал сурет рас па? Тексеріп көрдік. Аталған суреттер жасанды интеллект көмегімен жасалған. Кері іздеу нәтижесі бойынша бұл суреттердің Иранның ресми баспасөз құралдарында жарияланбаған байқаймыз. Ақпарат қалай тарауы мүмкін? 15 маусымда Иранда тыңшылық жасады деген күдікпен 2 адамның ұсталғаны туралы ақпарат тарады. Осы ақпараттардан кейін әлеуметтік желілерде түрлі сценарийлер пайда бола бастады. Соның бірі 2 тыңшыны ракетаға отырғызып, Израильге қайтарғалы жатыр дейді. Және сенімділікті арттыру үшін осы сияқты түрлі суреттерді пайдаланған. Сол суреттердің кейбірін жасанды интеллект көмегімен жасалған анықтау үшін Hive AI детекторды пайдаланып тексеріп көрген едік. Орындыққа таңылған адам бейнеленген фотосуреттерді тексергенімізде 100% жасанды интеллект көмегімен жасалған анықтадық. Нәтижесінде 98% Grok чат-боты арқылы генерацияланғанын көрсетеді. Шын мәнінде жасанды интеллект белгілерін көзбен-ақ байқауға болады. Мәселен, ракетаға салынған Иран туының бейнесіне назар аударсаңыздар, орталық элементтердің бұрмаланғанын көресіздер. Сондай-ақ зымыранның екі жағында да орналасқан екі тұтқасы екі түрлі көрсетілген. Ал мына бір суреттерді жасанды интеллект көмегімен жасалған көзбен көруге байқауға болады. Қолымыздағы барлық деректерді саралай келіп, бұны қарапайым қолданушы жасанды интеллект көмегімен жасаған. Одан әрі ақпарат әлеуметтік желілерде тарап, бірден фейкке ұласып кеткен. Ал сіз бұл ақпарат туралы не ойлайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.